Халыққа қолжетімді етіп, 50 МРП, 0,25 МРП жағдайында халыққа қолжетімді етіп, бізге жасап беруіңізді өтінеміз. Өтінеміз ба? Өтінеміз! Соңғы жылдары қазақстандықтар Грузия, Армения, Оңтүстік Корея, Моңғолиядан көлік әкелуді жиілетті. Себебі шетелден келген машиналардың бағасы арзан, сапасы жақсы, бірақ елімізде оны заңдастыру өте қымбат. Негізгі шығын алғашқы тіркеу мен утилизациялық алым. Көп жүргізуші дәл осы төлемдерге қарсы. Өйткені кей жағдайда бұл төлемдер көліктің өз бағасына жақындап қалады. Мысалы 3-4 миллионға алынған көлікті тіркеу тағы бірнеше миллион теңге болуы мүмкін. Транзит көлігінің растамашысын төледік, заңға бағындық. Бірақ мына жерде шығып тұрған қитұрқы әрекет утиль первичка болып тұр. Адамның барлық халықтың қалтасына соғып тұрған. Сол мәселе бойынша утиль первичка заңсыз былай қарағанда. Утиль первичка төленіп жатқан қаржы оператор РОП жасыл дамуға, үкіметке, мемлекетке, бюджетке түспейді. Сол үшін заңсыз болып саналып тұр. Ал енді басқа елдерде қалай? Мысалы, Грузияда көлік тіркеу құны шамамен $50-100 ғана. Арменияда да бұрын өте арзан болды, қазір талаптар өзгерсе де Қазақстанға қарағанда әлде қайда қолжетімді. Ресейде утиль алым бар, бірақ кей жеңілдіктер қарастырылған. Ал Еуропада мүлде басқа жүйе. Иә, Еуропада негізгі төлем көліктің экологиясына байланысты. Ал біздегідей үлкен утиль алым жоқ. Қазақстандық жүргізушілер утиль алым мен алғашқы тіркеуді 200-250 мың теңге шамасында түсіруді ұсынады. Олар төлеуден қашпай, тек әділ баға болғанын қалайды. Бір қарағанда бұл жай ғана көлік мәселесі сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ шын мәнінде бұл мыңдаған адамның күнделікті өміріне әсер етіп отырған үлкен жүйелік проблема. Мысалы, біздің Маңғыстаудың өзінде 8000 көлік, 8000 көлікті жобасымен даже логикаға, математика салғанда 250 мыңның 215 мыңның несіне арасына тіркесе, қарайған ақша бюджетке келеді. Біз төлейміз, төлемейміз деп отырған жоқпыз, бірақ қолжетімді болсын. Адамдар заңды бұзғысы келмейді, керісінше бәрін заң бойынша жасағысы келеді. Бірақ заңның өзі қол жетімсіз болса ше, бағасы халықтың қалтасына сай келмесе ше, сонда таңдау қандай? Заңды орындап қарызға бату ма, әлде заңды айналып өтіп тәуекелге бару ма? Бұл жерде мәселе көлікте емес, бұл жерде мәселе әділдікте. Неге басқа елде дәл сол көлік арзан тіркеледі, ал Қазақстанда ол бірнеше есе қымбат? Жүргізушілердің талабы қарапайым. Бағаны түсіріңдер, жүйені әділ қылыңдар. Өйткені бұл қалыпты өмір сүру, мүмкіндік сұрау. Бұл жаңғақ YouTube арнасы арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.